Баршаңызға сәлем, сіздермен осындай нәзік болып келетін шоколадты кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек 2 жұмыртқа, құм шекер. Жақсылап миксерлейміз. Содан соң сұйық май, айранымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Енді құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ұнымызға ас содасы, қопсытқыш, какаоны араластырамыз. Осындай гелевый қызыл краситель қосамыз. Миксерлейміз. Содан соң құрғақ ингредиенттерді 2 бөліп саламыз. Бірден салып жібермейміз. Міне осындай консистенцияда болды. Енді кондитерлік мешокты осындай бір ыдысқа кигізіп аламыз. Содан соң жаңағы тестамызды, кекстің тестасын құямыз. Міне дайын болды. Енді бас жағын қайшының көмегімен қырқып тастаймыз. Содан соң осындай одноразовый бір реттік кекстің қағазын төсеп, содан соң барып кексімізді құйып бастаймыз. Кекстерімізді құйып болдық. Енді бетіне осындай шоколадтарды тастап шығамыз. 180 градуста пісіріп аламыз. Міне осындай жұмсақ, өте нәзік болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Үлпілдек болып шығады. Сіздермен болған жансая ас болсын.